Балам, сен бізге айтпай, жаңа YouTube канал ашып апсың ғой? Иә, айтпақшы, айтуға ұмытып кеттім. Міне, өйстіп подписка жасай салыңдар. Балам, негізі мен сенен папаңның туған күніне не сыйлаймыз деп сұрайын деп едім. Мен сізбен сөйлеспеймін. Аяқ астынан не болып қалды? Сенің мына шытын? Алынбайды ғой, неме кілеліп тағасың ба, мам? В общем, басымды қатырмай тез айт, папаңның туған күніне не сыйлаймыз? Сақал алғыш, біреу? Жоқ, лучше үшеу. Сен сонда папаңды жүнгөттеп түсің ба? Енді мама білесің ғой, папаның бүркіт беті басының бәрі жүн. Үсті бастың бәрі жүн. Осы бүркіттің шығармайтын нәрсесі жоқ екен. Может, еще қайшы? Шынымды айтсам, мен үшін күшті подарок болатын мына щеголды балалар үйіне апару. В смысле? Просто сен бүгін маған ашулы болыпсың, сол үшін шығар? Отағы ма? Не үшін ашулануым керек? Жүнгөт, мен саған бритва. Бекер, сігіріп өту операциясы, а? Мен не де сасық носки. Жапақ қарамайсың, бір прикол көрсетейін ба? Давай көрсет. Не ну? Қалқаған нес? Носкиім просто бас айналдырарлық екен. Білем, рахмет. Мама қайттар емес сені. Айтқан мен саған ақша берем. Тотақ жемеш сенде қайдағы ақша? Болмашы, авиатормен тауып отырмын ғой, ссылкасы профильде. Сен мен походу наебать етіневатсың. Жоқ, қанша берейін? 500 теңге? Жоқ, 1000. Кет оттамайна. Саған 500 мың бергенше өзіме айфон алдылмайын ба? Неғып жатсыңдар, жындылар? Бағым нәске. Мама мен папаның танысуы инстаграмға тіркеліп көрдіңдерші. Пап, мама екеулерін қалай таныстыңдар? Ол былай болған болатын. Мама екеулерін папа екеуміз ба? Иә, қалай таныстыңыздар? Күндердің бір күнінде. Түндердің бір түнінде. Мамаңды алыстан көріп қалып жақындайым ғой. Папаңды көріп қалып қашам ғой. Қолынан ұстайым ғой. Көтенімнен ұстап алады ғой. Сосын айтам ғой, қарындас, сізбен танысуға бола ма? Сосын айтады ғой, қарындас, сізбен насвай бар ма дейді ғой. Потом артында тұрған гүлді алып шығам да, мә дейм ғой. Содан кейін қалтасындағы темекіні алып шығады да, шегесің ба дейді ғой. Сонымен ол келісетте мен ана келін вайнге салып алып кетем оны. Потом мен анандай бір шоқаға ба салып алады да, алып қашып кетеді ғой. В общем, осылай танысқан болатынбыз. Шеше, сен қайсына сенерін білмей қалдың ғой?